Қазақстан ақбөкеннен миллиардтаған доллар пайда таба ала ма? Және біздің шенеуніктер неге утилизбордан бас тартпай отыр? Армысыңдар ағайын, эфирде Бай Медиа, біз бастаймыз. Ақбөкенді ату керек, сою керек. Осыған ұқсас мәлімдемелер бүгін мәжілісте айтылды. Батыс қазақстандық шаруа қожалықтары киіктердің кесірінен жайылымдық жеріміз қу тақырға айналды деп алаңдап отыр. Өйткені ақбөкендердің саны соңғы жылдары тым көбейіп кеткен. Естеріңізге салсақ, қорғауға алынған ақбөкенді атуға тыйым салынған. Тіпті жеріне түскен жануарларды айдап шығарған шаруаларды да инспекторлар киікті қозғауға болмайды деп әкімшілік жазамен қорқытатын көрінеді. Ақбөкендер популяциясынан келетін тағы бір қауіп індеттің таралуы. Топтасқан жануарлардың арасынан ауру шықса, оның үй жануарларына да жұғатыны сөзсіз. Ақмола облыстық мәслихатының депутаты Сепе бір жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің басшысы Ғалымхан Сиханов та киіктерден зиян көп деп отыр. И мотоциклов пытается выгнать их с полей. Бүгін 5-ші күн автомобильдер мен мотоциклдердің 10 экипаж оларды егістікке шығарып, дақылдарды сақтауға тырысуда. Адамдар мүмкіндіктердің шегінде жұмыс істейді. Таңнан түнге дейін рөлде. Мыңдаған ақбөкендер лавасының көліктерде, дыбыстық сигналдарда, өзендерде тоқтатпайды. Саханов мырза еркек киікпен төлдерін азайту арқылы популяция санын реттеуді күшейту қажет деп санайды. Сондай-ақ депутат ауыл шаруашылығы министрлігіне жеңілдетілген несиелер мен қолайлы бағаларды бере отырып, өрістерді қоршау үшін қоршау кәсіпорындарын ашуды ұсынды. Мұны бүгін бастау керек деді ол. Қазақстанда осы түрдің бүкіл әлемдік популяциясының 98%-дан астамы шоғырланған екен. Бірақ олар шекара асып кетуі әбден мүмкін дейді сала мамандар. Мысалы, Қытайға өтіп кетуі ықтимал. Онда еркек киік мүйізі бәлен мың доллар тұрады екен. Сонда біз сонша қорғап өсірген киік шетел асып кетсе, бізге келіп кететін пайда қанша дейді кейбір сарапшылар. Мәжіліс депутаты Павел Казанцевті ақбөкендерді қатты сынға алды. У нас абсолютно понятно из ответа отсутствие оперативного управления. Шұғыл шаралар қабылдау және жедел республикалық штаб құру қажет. Өңірлерде қалыптасқан ақбөкендердің жағдайы төтенше сипатта. Қалыптасқан жағдайдың соғыстан еш айырмашылығы жоқ. Бұл соғыс әріптестер. Мемлекеттік деңгейде де, жеке меншік деңгейде де ақбөкендерді союды ұйымдастыру қажет. Неге адамдарға тегін ет бермеске? Төтенше жағдай режимде заңды қандай да бір жолмен бұрап алуға болады. Ал экологтар болса ақбөкенді атпау керек деп отыр. Ол қазақ халқына Құдайдың берген несібесі еріп жүре берсін дейді. Соңғы ширек ғасыр ішінде киіктер бірнеше рет жаппай қырғынға ұшырап, мүлдем жойылып кете жаздағаны рас. Бұған күтетін уақыт жоқ, өйткені ауыл шаруашылығы қазір диқандардың өзі қаншама заржылап отыр. Жаңа өңірден келген бірталай өкілдерінің әңгімелерін тыңдадық. Қазір енді егін егу мәселелері қаншама зиян, оның ар жағында біздің жаңағы тамақ қауіпсіздігі тұр ғой, ұлттық қауіпсіздік мәселелері тұр, тамақ қауіпсіздігін ұлттық қауіпсіздік қой, сондықтан бұл мәселені өте тез және мемлекеттік деңгейде, үкіметтің ең жоғары деңгейінде шешілу керек. Жаңа министр утиль алымнан бас тартатын түрі жоқ екен. Бұл туралы Нағаспаев үкімет отырысынан кейінгі брифингте айтты. Сыншылар болса, утиль алым есебінен олигархтар ғана байып жатыр деп есептейді. Қанат Бисенбайұлы өте көп жұмыс істеді. Менің позиция как у правительства Республики Казахстан. Я как член правительства, как министр, у меня такая же позиция. Сондықтан ешқандай өзгерістер болмайды. Ең қызығы кредитке алған көліктен түскен бұл ақша Андрей Лаврентьев, Нұрлан Смағұлов, Асқар Мамин, Әлия Назарбаева сияқты байманаптардың қалтасына кетіп жатыр дейді белсенді Санжар Боқаев. Оның есебінше утиль алымнан мемлекетке 24 миллиард доллар экономикалық зақым келген. Утиль алым енгізілгелі бері қазақстандықтардан 900 миллиард теңге жиналған. Бірақ әлі күнге дейін сол утильмен айналысатын бірде-бір кәсіпорын іске қосылмаған. Осы алым енгізілгелі көлік бағасы 400%-ға өскен дейді Боқаев. Соның кесірінен халықтың көбі әбден ескірген көлікпен жүр. Үкіметтің бұл алым автопаркты жаңартып, экологияны жақсартуға көмегін тигізеді дегені жалған болып шықты дейді ол. Қазір Қазақстан әлем бойынша ең лас 30 елдің тізіміне енген екен. Бір көліктің утилизациясына бар жоғы 41.500 теңге жеткілікті дейді Санжар Боқаев. Бізде көлік түгілі әлі бір комбайн утилизациядан өткен емес дейді ол. Аталған алымға қарсы петиция жарияланып, 50 мың адамның қолы жиылғанын білеміз. Бірақ билік бәрібір утиль алымнан бас тартар емес. Осымен бүгінгі жаңалықтарымыз аяқталды. Арнамызға жазылып, лайк басып, комментарий жазыңыздар. Қош, сау болыңыздар.